Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. 2021 жылдың 26 тамызында сағат 19:10-да Байзақ ауданы Қайнар ауылында орналасқан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің нөмірі 28343 әскери бөлімінің оқ-дәрі қоймасы жанды. Оқиға орнына 30 есептеуден тұратын жедел жәрдем бригадасының және облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жіберілді. Апат болған жерге баратын барлық жолдар, соның ішінде темір жол уақытша жабылған болатын. Тараздағы әскери қоймада болған жарылысқа байланысты төтенше жағдайлар, құқық қорғау және медицина саласының өкілдері барынша жұмылдырылған болатын. Апат болған аумақтан эвакуацияланған тұрғындарға арнап, облыс орталығынан 400-ден астам орын дайындалған. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 32 дәрігер мен 56 медициналық қызметкер жұмылдырылды. Жарылыс күні зардап шеккен халықты Шымкент, Тараз қалаларына өз жеке көліктермен тасыған азаматтар үлкен көмек берген болатын. Сол кездегі эвакуацияланған ауыл тұрғындары қазіргі таңда үйлеріне орала бастады. Қазір екі ауылға кіруге рұқсат берілді. Ал әскери бөлімнің жанындағы Қайнар ауылына кіруге әлі де шектеу бар. Төтенше жағдай кезінде бірнеше әлеуметтік нысан мен тұрғын үйлерге зақым келген. Қазір арнайы құрылған комиссия келген шығынды есептеп жатыр. Ой, бір түнімен болды-ау. Где-то бір 2-3-терге дейін дуф-туф деп атты. Одан кейін ұйықтап қалды, тағы да жарылған. Жарылатып жарық болып кетеді, сөйтеді кейін жай жарылады. Жарық болып кетеді, күн суықсат. Кешегі зырып болған кезде біз бірінші зырыптан қашып кеткенбіз. Содан кейін жаңа келсек, үйіміз осындай бытшы терезе түсіп қалған, үйдің ішін бәрі осындай түгел, спанияларым түгел құлап жатыр. Әскери бөлімге жақын орналасқан елді мекеннің бірі Жібек жолы. Ауыл тұрғындары төтенше жағдай басталысымен үй жайын тастап тұра қашқан. Жарылыс екпінінен үйлердің қабырғасына жарық түсіп, терезелері қирап қалған. Үйлеріне оралған жұрт кем-кетігін түгендеп, енді ес жиып жатыр. Бірақ жүрек шайылып қалған. Кезіңіздегі екінші жарылыс қой. Осы оқиғадан кейін әлеуметтік желіде сізді отставкаға жіберу кетсін деген сияқты бір талаптар айтылып жатыр. Осы пікірге сіз не деп жауап бересіз? Менің қазір ең басты мақсатым сол апаттың салдарын жою тез арада. Енді сізді отставка мәселесі қызықтыратын болса, мен осы хабарды естігеннен кейін бірінші минутта өзім үшін шешім қабылдадым. Мен отставка беремін, отставканы сұраймын. Ал қалған жоғарғы басшылық. Азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын. Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі оқыс оқиғаның мән-жайын және кінәлілерді анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу амалдарының мұқият жүргізілуін қамтамасыз етсін. Жамбыл облысындағы оқ-дәрілер қоймасындағы апат тротилдің жарылуынан болуы мүмкін деген болжам айтылып жатыр. Тротил ең көп таралған жарылғыш заттардың бірі. Оны Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жиі қолданған. Қазіргі күні тротилді кен орындарында көп пайдаланады. Тротилдің сырты кір сабынға ұқсайды. Әскери сарапшылардың айтуынша, ол 80-85 градус ыстық температурада ғана өздігінен жарылады. Сондай-ақ сақтау мерзімі 15 жылдан асып кетсе, жоғары температурада атылып кетуі мүмкін. Ал Қорғаныс министрлігі болса, әскери бөлімде әдейі от қойылуы мүмкін деген нұсқаны қарастырып жатыр. Бірақ әзірге нақты себебі әлі анықталмады. Осы жарылыс салдарынан жалпы 98 адамға медициналық көмек көрсетілген болатын. Ал қазіргі таңда 13 адам қаза тапқаны белгілі болды. Олардың ішінде өрт сөндірушілер мен азаматтық әскери орган қызметкерлері болғаны белгілі. Ал әскери қоймада болған жарылысқа байланысты сол аймаққа барған Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев қызметінен кету жөнінде жоғары басшылыққа мәлімдеме жасайтынын айтқан болатын.
ел президенті Тоқаев Жамбыл облысының Байзақ ауданында адам өліміне әкеп соққан қайғылы оқиғаға байланысты 29 тамызды жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Қаза тапқан әскери қызметкерлер мен құтқарушылар шынайы ерлік пен қайсарлық танытты. Олар халықтың жадында мәңгі қалады деп жазды. Ал біз тілсіз жаумен күресу кезінде қаза тапқан батырлардың отбасыларына көңіл айтамыз. Охуеть!